Әрбір адамның мінезіне қарап, әрбір адамның мінезіне байланысты подход жасаңыз, бәріне бір стандартпен ұра бермеңіз. Өйткені әртүрлі қылып жаратқан. Саған сол үшін ақыл берген, саған сол үшін ойлану берген, саған сол үшін білім беріп жатыр. Осы нәрселер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйретіп жатыр да, осы мағыналарды бізге. Сосын хатты жазған кездері жаңа Наджашиге, мысалы, Алланың елшісі Мұхаммедтен деген нәрсе. Эфиопияның ұлысы Наджашиге кім тура жолға ерсе, оған Алланың сәлемі болсын. Дипломатияны қараңыз қалай жасап отыр. Сол ғасырда қалай реттеп отыр сөзді да. Және кім Аллаға және елшісіне иман келтірсе. Сонда біз Аллаға және жалғыз Аллаға иман келтірдік. Және де біз сенеміз Мариям ұлы Иса деп сөйлейді. Олардың негізгі діндерінің негізі болғаннан кейін Мариям ұлы Иса, ол Алла Тағаланың Мариямға тастаған бол деген сөзі, және оған үрлеген рухы, тап таза пәк Мариямға сондай сөздер қосылады мысалы. Сөйтіп Мариям жүкті болды, Алла Тағаланың бол деген сөзінен Адам алейхиссаламды жаратқан секілді дейді. Мен сені де әскеріңді ұлы және күшті Аллаға қарай шақырамын. Міне, мен саған сөзімді жеткіздім, исламның жолдауын жеткіздім, және саған адал насихат қылдым. Менің насихатымды қабылда, кімде-кім тура жолға ілессе, онда оған Алланың сәлемі болады. Деген сондай әдемі. Дипломатия деген нәрсе исламнан қалған нәрсе. Адамдармен сөйлесу, хат жіберген кезде жаңағыдай дөрекілік жоқ. Мысалы, жаңағы Парсы империясына да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Хузафа ас-Сахмиді жіберген кезде кинода кішкене нені қосады ғой, жаңағыдай бір мысалы, найзамен кірді, не кірді дегендей нәрселер сияқты. Сонда Парсының жағдайына келгенде, бұлар Византиядан жеңілген кезі қиын болып отыр жағдай. Күллі бар нәрсені жоғалтты, күллі нәрсені қайтарып берді. Египетті қайтарды, Мысыр қайтты, Сирия қайтты, Палестина қайтты, Шам елдері қайтты, қазіргі Түркияның жеріндегі Анадол қайтты, Анкара қайтты. Осындай Халкидон деген қала бар, мысалы, Константинопольға жақын жерде орналасқан. Сол нәрселердің барлығы қайтты. Византия қайтаран дүрілдеп тұр, тек Аллаға шүкір ету қалды болды. Адамның қорқатын нәрсесі, жаңағы жерде Ираклий исламды қабылдаса, ол қорықты, халқым түсінбей қалса қайтем депті. Негізі Алла Тағала біледі ғой не істеп отқанын. Хат кеп қойды ғой. Олай болса Алла біледі ғой не істеп отқанын. Қалай істі Аллаға тапсырмайсың? Неге Алладан артық ойлайсың? Сол жерде құримыз біз көп нәрседе. Көп істерде біз кейде артық ойлап кетеміз. Алла Тағала бір нәрселерді ескермеген сияқты. Сол кездерде жолымыз болмай қалады. Сондай-ақ ислам одан ол мүлкін, оның сол жердегі пайдалы қазбасын алып қойын деп тұрған жоқ қой. Мұсылман бол, билей бер, еліңді исламмен болды. Сонда сен ана халқыңды тура жолға келтіріп, ертең бәрібір сол халқыңмен бірге соттайды Алланың алдында. Қайтып жауап береді Ираклий сияқты. Өзіңіз ойлаңыз. Сол күнді ойлау керек. Бүгінгі нәрсені емес та. Еш нәрсені тура жолдан артық қоймаңыз. Тура жол күллі нәрседен артық.